Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір таңда мен мансап қорына келіп тұрмын. Мына мансап қорының басшысына кірейін деп. Мынау жаңағы кредитке батып кеткен кісілер жаңағы штрафной болып енді есептеледі ғой. Экономикалық шығын келтірді деген сондай жаңағы заңмен. Соны пайдаланып, мына мектептің директорлары 252-нің директоры бір кісіге бір ай тегін пол жуғызып, стажировка деп алдап, мансап қорында жүргендерді ақымақ қылып, осындағы айлығын төлемей жіберген. 20 санын жабық деп заң бойынша. Дұрыс қой, енді ол кредит алғасын, төлей алмағасын, оның 20 саны жабық болады. Оның барлығын жаңағы ұйымдастырып, жаңағы қулыққа барып отыр. Енді айтайын дегенім, мынау Шиелі ауданының тұрғындарына хабарлама айтайын дегенім, мынау бір-бірінің полын жумайды, отпусқа жаңа декретке кеткендердің. Соны енді орын жумағандықтан жаңағы биржаны алаңсыз пайдаланып чапка қылып алған. Бір ай полын жуғызатта, сосын ойбай 20 саның жабық, жаңағы кредитің бар екен, осындай жаңа экономикалық шығын келтіруге байланысты сондай заңды біліп алған директорлер мектептің. Содан мынау мансап қорын кидающий тряпка қылып, осындай қылып жаңағыдай бір ай, 2 ай тегін жұмыс өткізіп, міне пайдаланып, сосын одан кейін анау отпускаға декретке кеткен адамдар келеді, сөйтеді, бұл тегін жуатта полды. Сонымен государственный бесплатный рабыня қылады. Рабыня Изаура деген киноны білесіздер ғой. Міне осындай қылып. Жалпы мына мансап райсовезден барған адамдардың барлығын адам деп есептемейді. Міне тегін жұмсауға шықты. 252-нің директоріне, мына білім департаментінің назарына ұсынам, 252-ші мектептің директоры, қателеспесем, Қойшыбай ма, Қойлыбай ма, мен білмеймін, соған заң аясында шара көру сұраймын. Өйткені себебі тегін жұмсап, бір ай, 2 ай тегін жұмсап, декретнейдің орнына 1 жыл тегін жұмсап, мынау мансап қорындағы райсовезден барғандарды тряпочный жаңағы изделие қылған. Мынау мектеп директорлері. Мына білім департаментінің назарына қазір звондап айтам, хабарлайм. Енді ол 20 саны жабық болғаннан кейін өздеріңізде бармауды сұраймын мектептерге. Біреудің орнына пол жууға. 20 сандарыңыз жабық па, бармаңыздар. Өйткені сіздерді тегін жұмсайды директорлер, мектептің директорлері. Осы мәселені заң аясында білім департаментінің назарына, Қасым-Жомарт Тоқаев ел президентінің назарына ұсынам. Сосын мынау жаңағы Қызылорда облыстық білім департаментінің назарына ұсынам. Мынау Қойлыбай ма, Қойшыбай ма, білмеймін. Мен 252-нің директоріне заң аясында шара көруді сұраймын. Тегін адамды жұмсағаны үшін. Мына Сәбира Ибраева деген кісіні жұмсаған, сосын тағы да бір кісілерді жұмсаған, 20 саны жабық болғасын, конечно, ол түспейді айлығы. Базаға түспейді, сосын баратта банкке. Баратта сосын тегін жұмсатқан, Ешкімнің тегін құлы жоқ. Бұл біз демократиялық елміз. Ондай поведение жасауға хақысы жоқ мектептің директоры. Өзінің әйелін жұмсасын, туыстарын, қарындастарын жұмсасын, апаларын өзінің, ағаларын, інілерін жұмсасын тегін. Заң аясында, білім департаментінің назарына жазбаса да берем, өтінішпен, соны арқылы. Заң аясында. Кеше мен бардым, Насыбек Дәуренге, білім бөлім басшысы, адам деп есептемей отыр. Адам деп есептемей отыр. Конечно, ол айлық төленбегеннен кейін, енді мен қазір мына жерде жібергенің рас па, 252 деп жаңағы сандуғаштан сұрайын деп келіп отырмын, төлегені ба. Қазір мансап қорының директоры. Сандуғаштар ма іште? Алдында адамдар. Жаңағы мектептің директоры 250 қалайсызды? Мектептің директоры тегін жұмсаған. Мансап қорын, в общем, жаңағы райсовезден барғандарды тряпочный изделие қылған. Жалпына білім жаңағы саласындағы кісілерге айтатын секретаршысына да айтайын. Қалайсын қорлы. Білім саласынан барған адамдар
жіберген адамдарды. Содан енді 20 саны жабық екенін біліп отырып, оны тексермей алып, декретке кеткен, отпускқа кеткендердің орнын 1 ай 2 ай жуғызып, сөйтіп ақшасын төлемей 252-ші мектептің директоры осындай іс-әрекетке барған. Мынау жаңағы мансап қорынан барған, райсоветтен барғандардың жаңағы жұмысқа тұра алмайтын ешқандай шарасыз екенін пайдаланып, осындағы тегін пол жуғызып ақшасын төлемеген. Міне. Енді осы бойынша мынау 20 саны жабықтарды сандуғашқа айтайын деп келдім. Жібермесін 20 саны. Өйткені кредит алғаннан кейін 20 саны жабады ғой. Ол кредитті дәріге алады, әртүрлі мақсатта алады, әлеуметтік жағдай дұрыс болмағасын, жұмысы жоқ болғасын. Соны мынау директорлер, білім саласының директорлер пайдаланып отыр. Осы мәселені мен айтуға келгенмін. Енді заң аясында қазір мен жаңа өтінішпен жазам, жаңа неден, сон арқылы өтінішпен. Осындай адамдарға, сол ішіндегі адамдар өздері жусын, тұрақты істейтін адамдар өздері отпуск алатындар міне. Ол жібергенмен, мысалы, мағанда өткенде денсаулық анықтаманы тексермей алып, сотқа дейін барып дау болған кезінде. Міне, тұрақты жұмысымнан шығарып, міне. Осындай дау болмас үшін арты. Мынау 20 саны жабықтарды банкпен жауып тастағандар сот арқылы жапқандарды жібермеу керек. Пол жууға, сосын жаңағы отпускіге алуға, отпускінің орнына кеткендердің тұрақты істейтіндер өздері істеу керек. Міне. 20 саны жабықты, ол мектепте пол жумақ түгілі, пол жууға жұмыс істемек түгілі, қоғамдықпен істесе де ала алмайды айлығын. 20 санды. Еш жерден ала алмайды. Соны жаңа штрафной екенін пайдаланып, тегін жұмсап отқан, міне, директорлер бар ауданда. Мен де сөйлескен ол директордың. Менің қандай қатысым бар деп, басын қайқаңдатып, білім саласының басшысына да барғам. Менің қатысым жоқ деп, жаңағы жазып алайық, шақыртайық, қатысым жоқ, жұмыс істеп жатырмын деп, жаңағы менсінбеушілік танытып, алдынан шығарып салды. Насыбеков Дәурен деген білім бөлім басшысы. Барлығы ақымақ та, бұлар ақылды боп, Қазақстанды жаңағы көркейтетін боп, сондай боп көрінеді, алайда барар жерлер түрме болып отыр қазір таңда соңы. Мысалы, соның дәлелі Нұржан Мәдиев ынтымақ деген кісілер, мысалы. Міне. Осы мәселені қолға алуды сұраймын. Қазақстан Республикасының ел президентінің назарына, сосын мынау жаңа кеше тағайындалған Жұлдыз Сүлейменова деген білім министрінің назарына ұсынамын. Мынандайды доғарсын. Ешкімнің ол Қазақстанда жалдап қойған құлдары жоқ. Өздерінің қарындастарын, апаларын, інілерін, туыстарын жұмсасын тегін. Пол жуғызып. Болмаса әйелін жұмсасын өзінің. Мынау 252-нің директоры.